сәлем менің тыңдармандарым, арнама қош келдіңіздер. Арнамның дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Әрбір комментарий менің кейіпкерлерім үшін өте маңызды. Сырғалым ағасына еркелеп өскен ерке бойжеткен. Аласа бойы мен аққұба жүзіне жараса кеткен мойылдай қара көздері үнемі күлімдеп тұрады. Жүзі қандай жылы болса, жаны да сондай таза. Жан-жағына мейірім төгіп жүреді. Әкесі дүниеден ерте өсіп, анасы 25 жасында 2 баламен жастай жесір қалды. Ағасы 3 жаста болса, Сырғалым бірге енді аяқ басқан. 1 жылдай ауырып, төсек тартып жатқан жұбайын күтіп, жанын шүберекке түйген анасы Жібек 2 баланың қамымен ауылдағы ауыр жұмысқа да уақыт тауып, аз-маз ақша тауып келетін. Халықтың жағдайы мәз болмай тұрған аласапыран заманда бұл отбасыға мұндай соққы оңайға түспеді. Айналдырған ауру ақыры әкелерін алып тынды. Көзі жасқа, көкірегі мұңға толған жасаны, қос ботасын құшақта бір апта аза тұтты. Өмір мұнымен тоқтамасын, балаларға тамақ, киім керегін білетін Жібек көз жасын тиіп, білек сыбана жұмысына кірісті. Қос ботамды ешкімге жалтақтатпаспын деп тұрмысқа да шықпады. Ауыр жеңіл демей тырбана жүріп, ауылдағы бар жұмысты істей берді. Ақылы мен сымбаты келіскен келіншекке сөз салушылар көп болса да, ешбіріне жылы қабақ танытпады. Ауылдастары мен ағайын туғанға сыйлы, еңбекқор, адал, ақылды, Жібектің ақ сүтін ішіп, саналы тәрбиесінде тәрбиелеп өскен ағасы Жомарт пен Сырғалымда өте мейірімді, кішіпейіл, алғыр болып бой жетіп келе жатыр. Сырғалымның анасы десе жаны бөлек. Жомартты анасын ерекше сыйлап, қарындасын жанындай жақсы көреді. Аналары берген тәлімді тәрбие, өз жемісін берген, бұл отбасыда қандай мәселе болса да, жасы келіп қалған анасы үнемі салмақты ой ерегінен өткізіп, жүйелі сөзбен кесімді жауабын береді. Балалары бастарын изеп, аналарына қарсы шықпайтын. Бұл әдетке айналып қанға сіңген қасиет болды. Жомарт үйленіп, келіншегі екеуі көп өтпей сәбилі болды. Бас екеу болмай, мал екеу болмас демекші. Жағдайлары да түзеліп, анасын жұмыстан босатып алып, отбасының қажеттіліктерін өз мойнына алған. Мектеп бітірген соң Жомарт мал ұстап, оның басын көбейтіп, қыста соғымға саудалап, тірліктері жүре бастады. Жары Айман еті тірі. Ауызы мен қолы бірге қимылдайтын еті ширақ келіншек. Сырғалым да 10-шы сынып бітірген соң, анасы мен ағасын қимай ауылда қалды. Ауыл дүкеніне сатушы болып орналасып, жұмыс істей бастады. Айман қайынсіңлісімен бірден тіл табысып, сырлас болып кетті. Ағасын ерекше сыйлап, жақсы көретін Сырғалым жеңгесіне де лайықты құрмет көрсететін. Айман жасы 19-ға келген Сырғалыммен әр тақырыпты еркін қозғай беретін еді. Дүкенді торылдап жүретін жігіттер туралы да сыр суыртпақтап жүретін. Бірде жақында әскерден келген алыс ағайынның баласы туралы әңгіменің шетін шығарды. Қашқақтаған Сырғалымның алды артын орап, ол туралы біраз жағымды мінездемеде беріп тастады. Екеуі ара шай үстінде Айман тағы да сөз қозғаған. Еркем ау жеңеше, сырымды айтамын да, еті тірі, ширақ, бір беткей адал азамат. Ағаңа да мамаға да ұнайды, мен білем ғой. Жеңеше, мен жігітпен жүріп көрмегем, білес қой. Яттан 2 беті дуылдап кеткен Сырғалым тағы қашқақтай бастады. Жаным мен де ағаңнан басқа ер баласымен сөйлесіп көрмегем. Несі бар, не айтасың? Мен көрмесем не деп айтамын сырым туралы жеңеше, деп қысқа қайырған Сырғалым сыртқа қаша жөнелді. Сырымға қайынсіңлісін келесі апта қайтса көндіріп беруге сөз берген жеңгесі енді астыртын жоспар құра бастады. Ауылдағы дүкен жексенбі күні жұмыс істемейтін. Сол сәтті ұтымды пайдаланған Айман қайынсіңлісінің қолына ақша беріп, еркем, бүгін аудан орталығына ауылдан көлік қатынайды екен. Өткенде базардағы дана тәтенің сен қызығып кеткен қара тоны бітіп қалмасын, мүмкін алып келерсің. Саған сыйлығым болсын деді.
Қыз баласының табиғаты әдемі киінуге, әсем дүниеге қашанда құмар емес пе? Оның үстіне еш арамдығы жоқ сырғалым қуанғанның жеңгесін құшақтай алды. Рахмет, жеңеше. Не керек, сырғалымды сыртынан көріп, қатты ұнатқан сырым, аудан орталығына бара жатқан досының көлігін жолдағы көрші ауылдың шетіндегі өз үйіне бұрғызған кезде артта отырған сырғалым әлі ештеңеден хабарсыз еді. Шопыр жігіт өз ауылының тумасы болған соң ба, көліктегі бөтен ер адамнан еш сескенбеді екен болатын. Тек көлік оқыс бұрылып, шеткі аласа үйдің алдына кілт тоқтаған кезде жүрегі оқыс қысылып, қол-аяғы бір сәт жансызданып қалды. Қолдарына ақ орамал алып жүгірген 2-3 кейуананы көргенде орнынан қозғалмай қалды. Одан арғысы еміс қана есінде, шыпыны бөлмедегі ағаш төсекте есін жиған сырғалым орнынан ұшып тұрып, есікке ұмтылған. Сол сәт есіне өзін көліктен көтеріп алып, үйге қарай жүгірген қысыңқы көз, ұзын бойлы жігітпен арттарынан сүріне қабына жүгірген кейуаналар бетіне шашылған шашу кәмпиттері түсті. Болып жатқан жағдайды енді түсінген сырғалым алдынан кезіккен үлкен апаның аяғына жығылды. Өтінем, мені босатыңыздар. Мені анам мен ағам іздеп жатқан болар. Менің үйге баруым керек деп еңіреді. Қызым, сенің үйің енді осы. Бүгін таңға жоқ түсімде бір әппақ құс есігімнен еніп, төбеме қонақтап, үйімді нұрға толтырып еді. Сол сен екенсің ғой жарығым. Мен енді сені ешқайда жібермеймін. Мендей анаң бар шығар, көз жасыма қалма қалғам деп, кемсеңдей жөнелді кейуана. Анамды шақырыңызшы, анам келсінші, ағам келсінші деп сандырақтаған сырғалым тағы да талықсып кетті. Көрші ауылға аттанған сырымның жамағайын туыстары сырғалымның анасына келіп, жағдайды баяндады. Қашанда, салқынғанда, не шешеде ақыл мен ой ерегінен өткізіп барып, сөз қозғайтын жібек, хабаршыларды қайтарып, көрші ауылға қамданды. Естіген сәтте қаны қарайып, ашуға ерік берген жомарт, Айманды тергеп, үй үшін біраз әлекке салды. Соңында қай істе болмасын орынды шешімін айтып, шорт кесетін анасының салмақты сөзіне тоқтап, жібектің қасына 2-3 туысын қосып шығарып салды. Жасы анағұрлым үлкен сырымның анасы бәтіс жібекті сонадайдан қарсы алды. Алдынан өтіп, кешірім сұрады. Жиылған қара құрым халық той тойлауға дайын тұр. Тек қуғыншылардың қатулы қабағымен сырымның енді не болар екен деген уайым кернегін шөзі ғана бұл думанды тоқтатып тұр. Оның бұл уайымы себепсіз емес еді. Сырғалым анасын көрген бойда көз жасын көлетіп, сырымды мүлде танымайтынын алып кетуін өтінді. Сол сәтте рұқсат сұрап ішке сырым мен анасы кірді. Бәтіш апа мен екілер шамасындағы кішкентай қыз бала да бірге енді. Мен көп созбай істің ашығын айтайын. Мына сырым менің екінші ұлым. Әкелері ертеректе қайтқан. Үлкен ұлым қуаныш отбасылы бөлек тұрады. Сырым осыдан 3 жыл бұрын үйленіп, 3 айдан соң әскерге кеткен. Ауыр аяқты келіншек 7 ай өткенде босанып, 2 күннен соң көз жұмды. Артында мына бала шақалақ боп қалды. Әскерден келгелі мен қанша айтсам да көнбей жүреді. Енді міне аяқ асты сырғалымды түсірді. Қатты ұнатып жүр екен, сені қызым. Өтінемін, қартайған мына мені анасыз шырылдаған жазықсыз сәбиді аяшы деп, қарт ана тағы да кемсеңдеді. Алдарыңыздан өтіп тұрмыз, біздің жағдай осындай. Қалың ойға батқан жібек қызы екеуін оңаша қалдыруын өтінді. Анасының алдына тізерлей отырып алған сырғалым енді бұрынғыдан бетер ажалына бастады. Анашым, алып кетіңізші. Анашым, мені тастамаңыз. Тамағын кернеп, көзіне келген жасты қолымен сүртіп тастаған жібек қызының шашын сипап отырып сөйлеп кетті. Ботам, Тәңірім маған оңай тағдыр берген жоқ, бірақ мен ешқашан жасыған емеспін. Маңдайға салды, көндім, көтердім, разы болдым. Сыйы сол деп білемін. Есті ол мен саналы қыз берді. Ел арасында абырой сый берді. Сырым мен анасыз ағынан жарылып, бар шындықтарын ақтарып салды. Төсі игіден түңілме деген. Жаман бала емес сияқты.
Алланың бұл азаматқа берген тағдырына шүкіршілік айтпасқа болмас. Табалдырық аттап қойдың қызым, алып кетсем бағыңды осы жерге байлап кетпесіме кім кепіл? Ағаң жерден басын көтеріп жүре алмас. Сырымда ол сияқты бір үйдің азаматы. Сондықтан ерді қорлап кетіп қалғаның болмас. Ұстай етегінен. Батамды бердім, деді сабырмен. Анасын қашанда сыйлап, қарсы келіп көрмеген Сырғалым. Сол сәтте ес жиып, бойын жинап өмірінің ашылғалы тұрған жаңа парақтарының байыппен ой жүгірте бастады. Осылайша бір қорқыныш, бір үмітке толы ойлармен арпалысқан Сырғалым жаңа өмірдің баспалдақтарын жүрексіне аттады. Басында өзіне мүлде бейтаныс адамға ауылға өмірге үйренісе алмаған Сырғалым біраз қиналды. Туғалы ағасынан өзге ер адам қолынан ұстап көрмеген ол Сырымның қасына жатпақ түгілі күйеуі жақындаса мазасы кетіп әбігерге түсті. Көпті көрген ақылды бәтіш ана келіннің бауырына басып, бар білгенін үйретіп, жаңа өмірге бейімдей берді. Арасында қайнағасы мен абысыны күләш келіп кетіп жүрді. Ағалары қуаныш бір тоға жуас жігіт еді. Ал күләш өте ширақ, адуынды, келісті келіншек екен. Енесінің жас келінге деген ілтипатын көргенде іші бүлк етіп, шекесі бір тырысып алды. Онысын байқатып та қойды. Апау, өзім түскенде ұйқым қанбаса да ауланы тілмен жалағандай етпесем, көңілім көншімейтін. Есік алды 2-3 күн сыпырылмаған ба қалай өзі? Деп алыстан орағытып, Сырғалымды тілімен бір сүйкеп етті. Тәйтәрі, о несі? Сен бөлек кеткелі боғым ағып қалғаны шамалы. Сен түскенде етегіңнен тартқан бала бар ма? Мен де ол кезде шаруаға ширақ едім. Қуанышымыздан келгенше ермегің үймен аула емес педі. Сырғалым түсе сала баламен қартайған мені бағып кетпеді ме? Қайта тірлігінің бір шетін болсын көтерісіп кетпеймісің? Деп ашуланды енесі. Енесінің орынсыз ашуланбайтынын, ызасы келсе бір үйдің астан кестенін шығаратындай күші барын. Еттен өтіп, сүйекке жететін мірдің оғындай орынды сөзімен кімді болсын орнына қоятынын білетін күләш шын болды. Сөйтті де қазанда тұрған ішек қарындалып, сыртқа ата жөнелді. Уақыт зырлап өте берді. Сырғалымда жаңа ортасына бейімделіп, сіңісе берді. Жұбайы Сырым өте еңбекқор, әзілқой, адал жігіт болып шықты. Көлік тілін жақсы білетін механик екен. Таң ата сала жұмысқа кетеді. Қашан өзіне тиесілі күндік мөлшерде орындағанша үйге оралмайды. Келе сала анасын Сырғалымды қызын еркелетіп, жарасымды әзілмен үйін күлкіге көміп, кешкі астарын ішеді. Сырғалымда Сырымға әбден үйреніп, бауыр басып қалды. Жұмыс бабымен көрші ауылдарға кетсе елеңдеп, жол тосып жүргені. Екеуі де балажан. Үлкен қыздарын еркелетіп, анасының жоғын білдіртпеуге тырысып бағады. Кең жүректі мейірімді осынау екі жастың берекелі шаңырағын шаттыққа бөлеп, ұл қыздары дүниеге келіп жатты. Өмір ертедегідей сәтті, жақсы бола бермейтіні белгілі. Бірде көрші ауылдан суыт хабар жетті. Алды мектепке ілігіп, арты енді апыл-топыл қадам басқан 4 баланың әкесі, ағалары қуаныш кенеттен өмір өсті. Тосыннан келген қайға бұл отбасыны есеңгіретіп тастады. Әсіресе жасы келген бәтіш анаға оңайға соқпады. Балаға қайғысы қойсын ба, айналдырған бір ай ішінде құр сүлдері қалды. Сырым анасымен ақылдасып, көп ойланбастан ағасының отбасын ауыл шетіндегі бос тұрған кішірек үйге көшіріп алды. Онсыз да жалғыз Сырым ғана жұмыс істейтін, айлықтары шайлыққа әрең жетіп отырған отбасыға енді тағы да 5 жан қосылды. Бұл кезде үлкен қыздарымен тағы да 3 балалы болып отыр үлгерген Сырым және Сырғалым күйбең тірлікпен жан бағып жүрсе де өте бақытты еді. Сыйластықтары кісі қызағарлықтай болған екеуіне аналары іштей разы болып, күні-түні тәңіріне жалбарына дұға етіп отырады. Абысыны Күләш 4 баланың анасы болса да, қыпша бел, ажарлы, сымбатты, келіскен келіншек. Шаруаға икемді болса да, қашқақтап, ауыл аралап қыдырып, көңіл көтергенді ұнататын. Екі үйдің көрпе төсегі бөлек болғанмен қазаны ортақ болды. Аналары кішкентай немерелерінің көз алдында отыруын қалаған болатын.
Сырғалым мен Күләш екеулеп жүрсе де, топты баланың қамы қойсын ба? Оның үстіне жесірлігі тағы да бар. Арада біраз уақыт өткен соң, Күләш бұл ауыртпалықты көтере алмайтынын, өз жөнін табатынын жеткізді. Сөзбен енесіне баталмаса да оңды солды ауыл ішіндегі кешкі себепсіз жүрістерімен, ескерту жасаған жандарға қайнаған ашу ызамен жауап берумен көрсетті. Қаңқу сөз жатқан ба? Ауыл үшін өсек жайлай бастады. Болған жайттан хабардар болып жүрген сырымда намыстан жарылардай әрең жүр. Тек анасының, тиіспе ағаңның аманаты. Жаны жаралы ғой. Сенің ауыр сөзіңді көтере алмас деген бір ауыз сөзіне бола іштен тынып, тісін қайрап жүрген жайы бар. Шырылдаған балаларды анасынан айыруға ары жетпейтін Бәтіш ана бұл сойқанды қалай тиімді тоқтатарын білмей дал болды. Бұл уақытта Сырғалым сырымен ортақ 4 сәбиін енді өмірге келген еді. Жас сәбиін қырғынан шығарған күні жиылған әйелдерден Күләштің кезекті бір орынсыз жүрісін естіген Бәтіш ана шыдай алмады. Кешкілік келінмен қатты сөзге келіп, Күләш есікті тарс жауып үйіне кетті. Сол сәтте жұмыстан үйге енді енген сырымға Бәтіш ана бас ананың жынын деп айқай салды. Енесінің қатты шыққан дауысын естіп жүгіріп жеткен Сырғалым бұрышта состиып қарап тұрған еді. Анасының сөзінен соң Сырғалымға жалт қараған сырым терең күрсініп, орындыққа сылқ етіп отыра кетті. Ештеңе түсінбеген Сырғалым селк етіп үйден шыға жөнелді. Сүт пісірімдей уақыттан соң Бәтіш ана аяқ асты жолға қамданып Сырғалымның ауылына жол тартты. Сол күні кешке үйге Сырғалымның анасы Жібек келді. Енесінің сөзін толық түсінбесе де, өміріне келе жатқан бір өзгерісті сезгендей, кеш бойы жүрегі өрекпіп, тыныш таппаған Сырғалым анасының бейуақта тегін жүрмегенін бірден сезді. Кешкі астарын беріп, ас үйді жиыстырған Сырғалым ұлын Емізбекке бөлмесіне асыққан. Артынан ілесе кірген анасы төсекке қарсып тұрған орындыққа жайғасып, қызының бетіне бағдарлай қарап алды да, жайлап қана, «Қызым», деді сондай мейірімді, жылы үнімен. «Ау, анашым». Әйел ерден кетсе де, елден кетпейді. Қуаныштың баласы Сырымның баласы. Демек, сенің балаңмен қаны бір, қала берді жаны бір. Күләш кетсе елге әсіресе Сырымның азамат басынасын. Қанаты қатпаған балаларды шешесінен айырып, опа таппассыңдар. Шеше кетсе, бала да кетеді деген сөз. Бір шаңырақ шайқалып, жетімдердің өмірі, жан тыныштығы, құл үстіне ілінер хақ. Терең күрсініп, демін ішіне алған Жібек апа сәл үнсіз қалды да сөзін жалғап. «Ботам, ақылыңнан айналдым сенің. Сен Күләшті жылатпасаң, маңдайынан сипасаң, Тәңірдің өзі сені жарылқайды. Көз жасыңды иеді. Түсіндің бе?» деді. Орнынан тұрып бөлмеден шығып кетті. Құлағы шыңылдап басы айналған Сырғалымның жанары жасқа толды. Өмірдің сынағы таусылған ба? Анасын сыйлап, ерекше жақсы көретіні сондай. Ес білгелі бір ауыз сөзін жерге тастамаған екен. Бұл жолы да анасының қызының бойына тамырын тереңге байлатқан тәрбиесінің мысы басты да айтқаны болды. Әбден ойлансын деді ме? Әлде жанындай жақсы көретін жарының қиналғанын көруге дәті шыдамады ма? Сырым зал үйде түнеп шықты. Түнмен көз ілмеген Сырғалымның басынан не ойлар келмеді десеңізші. Сүйікті жарын өзге жанның қасына өз қолымен отырғызғанын елестеткен кезде қызғаныштан аласұрып, жанын қоярға жер таппай кетеді. Енді бірде қайнағасының өз балаларынан кем көрмей, үнем қамқорлық танытып, шын ықыласпен жақсы көретін кішкентай балапандарының жаутаңдап, өзге елге кетіп бара жатқанын елестесте, нәзік жүрегі қарсы айырылады. Әсіресе мейірімді жүрегі, кең көңілі, балажан қасиеті, көзіне жас үйіріп, екінші ойынан өзі шошып, нәпсі құрғырмен ағарып, таң атқанша арпалысты. Таң атып, ауылға жан кіре бастады. Өріске сиыр айдалып, жұмысқа асыққандар жүгіріп, әбігер басталған шақта Сырымда бөлмесіне келіп киініп, жұмысқа баруға қамдана бастады. Бұл кезде Сырғалым кішкентайын тамақтандырып, егіліп жылап отырған еді.
Төсек шетіне отырып жұбайының иығына басын қойған сырым көкірек көрсінді. Бұл көрініс Сырғалымның келісімімен сырымның шарасыздығының белгісі еді. Бәлкім анасының бұйрығы алдындағы болмаса Тәңірдің маңдайға жазған тағдыры алдындағы дәрменсіздік болар. Сөйтіп бұл отбасында әмеңгерлік салты өз жолымен жөнін тапты. Осылайша өмір сырлап өте берді. Сырым мен Сырғалым бұдан соң тағы 2 ұлды болды. Сырым мен Күләштен ортақ тағы бір қыз, бір ұл дүниеге келді. Мұндай өмір қаншалықты қиын болса да Сырғалым үнемі сезімін ақылға жеңдіріп, Тәңірінен медет сұрап жүретін. Сырымның Сырғалымға деген ыстық сезімі, сый құрметі жыл артқан сайын артпаса еш кемімеді. Сырғалымда анасы сияқты елге сыйлы, көреген, дана жан болды. Тек Сырғалымның тұңғыш қызы бойжетіп, жан-жағына ақылмен көз сала бастаған кезде, әкесінің аптаның 2-3 күнінде неге Күләш тәтесінің үйінде қонатынын сұраған кезде, жүректегі жарасының беті тырналып кеткендей болатын. Қызым, әлі жассың. Өскенде мен саған бәрін түсіндіріп беремін, жақсы ма деп құтылатын еді. Сырымның анасы Бәтішапа өмірінің соңғы жылдарында төсек тартып жатып қалды. Өзін балаша күткен Сырғалымға енесі қайтар шағында батасын беріп, Алла сені жарылқасын қызым. Сенің осы әулетке жасаған жақсылығың, мен төккен терің, сый құрметіңе мен куә, халық куә. Өтеуі Тәңірдің құзырында мен саған ризамын, разымын. Көңіліңе келген жерім болса, мені кешір деді де, соңғы демі үзілді. Араға жыл салып, өз анасы Жібекте бұл өмірмен қош айтысты. Мына өмірдің рахаты мен нәпсі қалауынан, жар мен бала мәселесінде де Тәңір ризалығын биік қойған аяулы қос аналарын ақтық сапарға шығарып салған Сырым мен Сырғалым кешегі өткен батыр аналардың жұрнағы болаттың сынықтарымен қимай қоштасып құлазып қалды. Өмір өз ағынымен сырғып ағып, біраз жылдар артта қалды. Неше бала болса, сонша мінез, соншалықты тағдыр бар. Топты балалардың тәрбиесімен жан бағу қамы көбіне Сырым мен Сырғалымның мойнында болды. Ерте кетіп кеш келетін Сырым тұздың адамы болған соң ба, жауапкершілігі жүгі көбіне Сырғалымда болды. Жұмсақ мінезі мейірімді Сырғалым ешбір баланы білмей, тең көңіл бөліп, араларындағы небір көрмеуі қиын мәселелерді даналықпен шешіп отырды. Сырым қанша балажан болса да, бір бетке шорт мінезді еді. Ашуға булыққан кездері үйінде қандай мәселе болса да, Сырғалымның салмақты мінезімен бәрі көп ұзамай орнына келетін. Қыздарының алды ұзатылып, ұлдары өз алдына отау шыға бастады. Күләшті жасы егдей тартып, немерелерінің алдын көріп, дүниеден озды. Балаларының ішіндегі әкесінің ерекше ерке қызы, Сырым мен Сырғалымның ортақ, 3-ші балалары Мақпалда, тура анасы сияқты көрген мінезді еді. Тұрмысқа шығып, 4 баланың анасы болды. Барған жерінің отанасы әулеттің үйітқысы болды. Жасы 40-қа таяған кезде жүрек дертіне шалдығып, ақыры сол аурудан көз жұмды. Бұл соққы Сырым мен Сырғалымды қатты есеңгіретті. Өмірдің талай сойқанын көрген жандар үшін, әсіресе бала жанды бұл кісілерге бұл өлгенше шалсылмас жүрек жарасы болды. Сүйікті қыздарын жер қойнына бергендеріне жыл толар шақта Сырымның бірінші некесінен туған қызы да ол қызын артқа тастап, ата-анасын қайғыға көміп қаза болды. Жастары келіп денсаулықтары сыр берген Сырым мен Сырғалымға үсті-үстіне жабылған қайғы көрпесін сілкіп тастау оңайға түспеді. Бірақ жыл артқан сайын өшпеген, кемемеген бір нәрсе, Тәңір жүректеріне салған махаббат оты, сыйластық пен құрмет еді. Жастары егде тартса да бірін-бірі іздеп, бір ауырса екіншісі қамығып отыратын еді. Бір қызға екеуінің дұғасы да бір жерден шығатын. Сырғалым Сырымның бір бетке морт сынатын мінезін уайымдап, мен бірінші кетсем, шал қолдағы ұл мен келінмен сүйіспей қалама деп. Тәңірім, жарымды менің артында қалдырма, менен бұрын ал. Мен қиналармын, бірақ Сырым сыйсыз кетпесінші. Менсіз ол жер көкке сия алмайды ғой, деп жалбарынатын.
Сырымда тәңірден сырғалымнан бұрын кетуді сұрайтын. Себебі сынағы мен қыспағы мол болған тағдырын сынбай кешіп, өтуге көп жәрдемі тиген. Қашанда қасынан табылған сүйікті жарынсыз өмірді қаламайтын. Тәңірдің өз жоспары бар. Сырғалым демікпе дертіне шалдығып, жарты жылдай төсекке байланды. Жарын балаша күткен сырымның жаны сырғалымның үстінде еді. Түнмен көз ілместен күзетіп, күндіз көңілін аулап, қасынан шықпайтын. Соңғы демі үзілгенше сырымға алаңдап өткен сырғалым, мен қайғыдан бір уыс болған сырымға балаларынан бастап, ағайын туыс, қода жекжат, алыс жақын ауыл аймақ тәнті болатын. Шынайы тілеулеседі. Сырғалымның демі үзілген күні сырымнан тіл кетті. Сырғалымның денесі жер қойнына тапсырылғанша, үн-түнсіз кіріп шығып жүрген сырым енді төсектен басын көтермейтін болды. 1-2 ай өткен соң, алаңдаулы балаларының апармаған жері, тексермеген дәрігері қалмады. Ешкіммен сөйлеспей, қолын бәріне бір сілтейтін. Сырым кейде жанары жасқа толып, өзіне өзі өткен шақтың үзіктерін айтып қалады. Артынша қайтадан үнсіз қалатын. Бұл өмірде 5 айға ғана созылды. Кешегі күн, бүгінгі тарих. Осылайша тамыры тереңнен бастау алатын, қатпарлы қыр-сыры мол, 60 жылдан астам уақыт жалғасқан. Шағын тарих беттері осылайша ауыл шетінде, жол бойында қатар жатқан қос төмпешікпен жабылды. Бұл екі адамның тағдыры жазмыштан озмыш жоқ, өзге түгілі өз балалары түсіне бермейтін сан қырлы оқиғаға толы. Бұл тарих иелерінен алатынымыз тек ғибрат қана. Әңгіменің соңы әңгіме ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыздар және жақындарыңызбен бөлісе кетіңіздер.